ошолар физиканы таңдаган кезде, негизи формулаларды есеп чыгарган кезде формулаларды келтирип чыгаруу кезинде кыйналат. Сонун бүгүн биз сиздер менен формулаларды калай келтирип чыгарууга болот оңой жолдарын карастыратын боламыз. Ал кеттик. Мисалга, бир калыпты козголуш кезинде жолдун формуласын алайлы. S тең V көбөйтүү T болот. Так, ошол жерде мага жылдамдык табуу керек. Мисалга, V-нын содан кийин T-ны табуу керек дейик мисалга. Эми калай истейм? Биринчи жолу формуланы келтирип чыгаруудун ол сан берүү аркылы. Ол калай? Мисалы, мына S тең V көбөйтүү T деген мына V, T, S дегендер ол айнымалы сандар. Ол осы әріптердің орнында кез келген сан болуы мүмкүн. Математикада мисалы X тең Y, Z деген сияқты. Сонда мына жерде көбөйтүү тур, Көбөйтүү деген сөз, демек мен Y пен Z-ті көбейтетін болсам, X шығу керек. Яғни мен мына жерде V мен T-ны көбейткен кезде S шығу керек. Сонда сан берейік. Мысалы, S тең V көбейтүү T, яғни V мен T-ны көбейткен кезде S шығатындай сан беруім керек. Яғни, мысалы, мен 3 көбейтүү 2 деп жазатын болсам, 3-те 2 көбейтетін болсам, онда 6 шығады. Дұрыс, яғни бізде мынау V-ны T-га көбейткен кезде S шығу керек, яғни 3-те 2 көбейткен кезде 6 шығады. Бұл демек берген санымыз дұрыс. Екеуін көбейткенде мынау теңдеудің сол жағындағы сан шығу керек. Ал енді мен мысалы V-ны табайын, V-ның орнына менде 3 тұр. Бұлай белгілеп қояйық. V-ның орнында 3 тұр. Мен 3-ті табуым үшін 6-ны 2-ге бөлуім керек. Сонда V-ны табуым үшін мен 6-ның орнына менде S тұр. S. Сонда S-ті бөлемін T-ға. Осылай. Ал енді T-ны табуым керек. T тең болады. T-ның орнына менде 2 тұр, міне. 2-ні табу үшін мен 6-ны 3-ке бөлуім керек, Сонда 6-ның орнына менде мына S тұр. Яғни 6-ны 3-ке бөлуім керек. Сонда S-ті бөлемін V-ға. Осылай. Сан беру арқылы. Мысалға тағы бір формуланы көрейік. Мысалы, Ньютонның екінші заңы. F тең ma. Осы жерде мен массаны табуым керек. Және үдеуді табуым керек. Тағы да сан берейік. Мысалға басқа сан берейік. Мысалы 5 көбейтүү 2 деп сан берейік. Сонда мына жерде қанша болады? 10 болады. Сонда мен m-ді табуым керек, яғни 5-ті. M-нің орнына менде 5 тұр. 5-ті табу үшін мен 10-ды 2-ге бөлуім керек. Яғни сонда m тең болады. Так, 5-ті табып отырмын, 10-ды 2-ге бөлемін. 10-ның орнына менде не тұр? F. Сонда F-ті бөлемін A-ға. Немесе A-ны табатын болсақ, F-ті бөлемін M-ге. Сосын қарап тұратын болсақ, мына жерде M мен A-ның орны ауысып жатыр, Мына жерде A-ны табатын болсам, M астына түсіп кетіп жатыр, ал M-ді тапқан кезде A астына түсіп кетіп жатыр. Сонда A мен M-нің орны әрқашанда өзгеріп отырады. Мына жерде де тура сондай. V мен T-ны тапқан кезде V мен T-ның орны ауысып отырады. T-ны тапқан кезде V астына түседі, ал V-ны тапқан кезде T астына түседі. Осындай. Бұл сан беру арқылы табу әдісі. Екінші әдіс ол мысалға 2 деп қояқ. Ол пропорциямен табуымызға болады. Мысалға пропорция деп қояқ. Пропорция әдісі. Мысалға бір формуланы алайық. Мысалы A тең Q көбейткен U деп жазайық. Ток күшінің атқарған жұмысы. Осы жерден мысалы Q-ді табуым керек, немесе U-ды табуым керек. Сонда мен астына бір тұр деп елестететін болсақ, мына жерде бір тұр. Мына жерде бір тұр. Мен мынаны табуым керек. Q-ді. Дейік. Сонда Q тең болады. Мына бір A-ға көбейеді. Сонда A болады. Ал U мына астындағы бірге көбейді. Сонда мына бір мына жаққа көбейді. Ал U мына жаққа көбейді. Сонда A бөлінген U.
ошол жерден ун табатын болсак, баганагы айткан мына у менен q'дун ордуна ауысат булай. Сонда а бөлүнгөн q болот. Ал енді үшінші әдіс. Мысалы, енді күрделі формаларда қалай болады? Мысалға, үшінші форманы жазайық. Мысалы, біз Архимед күшінің формасын жазайық. Ро, В, G деген сияқты. Бұл жерде үш тығыздық, көлем және еркін түсуде берген. Бағанағы формаларда бізде тек қана екі ағайет. В, Т деген сияқты. Ал бұл жерде үшеу. Ал енді бұл жерде қалай істеймін? Бұл жерде де сан беріп табуыма болады. Бұл жерде енді 3 сан беруім керек, немесе 2 сан беріп тапсақ та болады. Мысалға, F Архимед тең ро В G. Мысалға, мына жер көбейтінді деп, үшеуінде де көбейтуі бар. Мынау екеуі мен 1 сан деп алам да. 1 сан деп алам. Тағы да мысалы 6 тең 3 көбейту 2 деген сияқты. Мысалы, мен G-ді табуым керек деп елестетейік. G табуым керек. Сонда 2-ні табу үшін мен 6-ны 3-ке бөлем. Сонда F-ті ро V-ге бөлем деген сөз ол. F Архимед ро V. Осылай. Енді маған осы жерден ро-ны табуым керек. Сонда мына V мен G-ді мен 1 сан деп алам да. Сонда 6 тең 3 көбейту 2 деп, мына 2-нің орнында мен мына екеуін алам енді. Сонда ро-ны табайық осы жерден. Ро тең болады. Сонда мынау 2-ні тауып атырым. То есть 3 тауып атырым. Сонда 6-ны 2-ке бөлем. То есть 6-ның орнында менде Архимед күш тұр. Яғни F Архимедті бөлемін. Мынау V мен G-ге. Яғни 2-ге. V, G. Осылай. Ал енді көлемді табайық осы жерден. Көлемді табатын болсақ бізде F Архимед. Енді мынау ро мен G-ді 1 сан деп алам. Көлемді бөлек. Сөйтіп тура сондай F Архимедті жоғары жағында жазылады. Ал тығыздық пен G астына түседі. Бүйтіп қарап тұратын болсақ, мына жерде G-ді тауып атқан кезде мынау көбейіп тұрған астына түсіп кетіп жатыр. Я, мынау G-ді тауып атырмыз, мынау көбейіп тұрған ро мен V астына түсіп кетеді. Міне. Ал ро-ны тауып атқан кезде мынау көбейіп тұрған V мен G астына түсіп кетіп жатыр. Бөліміне. Ал V-ны тауып атқан кезде мынау көбейіп тұрған ро мен G ол осы кезде де астына түсіп бөліміне түсіп кетіп жатыр. Міне бұлай. Демек біз мынаны тапқан кезде көбейіп тұрған астына түсіп кетеді деп жаттап алсақ болады. Мысалы, тағы да бір форманы алатын болса, сәл күрделі форманы алайық. Мысалға, кинетик энергияның формасын алайық, немесе потенциалдық энергияның формасын алайық. Потенциалдық энергияның формасы E потенциал тең mgh. Осы жерде мен массаны табуым керек, G-ні табуым керек және H-ті табуым керек дейік. Сонда m-ді табуым үшін m тең болады. Мынау көбейіп тұрған GH астына түседі бөліміне. Сонда E потенциал бөлу GH. Осы жерден G-ні табатын болсам, E потенциал орнында қалады. Ал M мен G ол астынан түсіп кетеді. M, H деген сияқты. Осы жерден H табатын болсам, E потенциал тұра береді. Ал M мен G астынан түседі. Осылай. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Бірінші мына сан беріп табуымызға болады. X, Y, Z деген сияқты. Бұлардың орнына кез келген санды беріп, көбейткен кезде мынау сан шығу керек. Пропорциямен пайдалануға болады. Мысалға, мынандай тағы форманы алайық. E тең F бөлінген Q. Кернеуліктің формасы. Енді мына жерде мен F-ті немесе Q-ді табуым керек болсын. Сонда бұлай жазайық. E бөлінген 1 деп елестетейік та, астына 1 тұр E-нің. F бөлінген Q.
Осы жерде мен f табуым керек. Сонда f тең болады f. Мынау q мына жаққа қарай көбейеді, ал 1 астына тұра береді. Сонда e көбейту q болады. Ал осы жерден q-ді табатын болсақ, мынаны заряд 1 көбейеді f-ке. Сонда f бөлу e болады. E астына түседі. Осылай пропорция әдісімен тапсақ болады. Егер мынандай күрделі болатын болса, біз мынау екі әріпті, біз мысалға мынау екі әріпті бір сан деп алуымызға болады. Мысалы сан берген кезде мына жерде 3 көбейту 2 деп бердік, 6 болады көбейтіндісі. Сонда ро мен в-ны біз оған бір сан бердік. Осылай. Ал енді егер формулада квадрат қатысатын болсашы, мысалға e кинетикалық тең mv квадрат бөлу 2. Осы жерде мен масса мен жылдамдықты табайын. Ол кезде де бағана пропорция әдісін пайдаланайық. m-ді табуым керек. Сонда мынау 2 жоғары қарай көтеріледі. Сонда 2e кинетик бөлу, ал көбейіп тұрған мынау астына түседі v квадрат болып. Енді бағанағы айтқанымдай m мен v-ның орны ауысады. V-ны тапқан кезде екеуінің орны ауысады. 2e кинетикалық бөлінген m. Ал мынау v-ның квадраты болғандықтан мынаны түбір астына алуыма болады. Ал енді тура сондай серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясының формуласында тура сондай табайық. E потенциал тең k x квадрат бөлу 2. Осы жерден k-ны табатын болсақ, біз 2 жоғары қарай көтеріледі, потенциалдық энергияға көбейеді бұлай. Сонда 2e потенциал, яғни мынау бөліміндегі жоғары қарай шығады, ал алымында тұрған x квадрат астына түседі. Ал енді x квадрат пен k-ның орны ауысады. x тапқан кезде x тең болады 2e потенциал бөлу k түбір астында. Ал енді тағы да басқа бір формуланы көрейік. Ол енді түбірдің астына болатын болсын. Мысалы Томсон формуласынан жазайық. Т тең 2π L с. Осы жерде мен L мен с-ны табуым керек. Ол үшін мен мына түбірден құтылуым керек. Ол үшін теңдеудің екі жағын квадраттайым. Мына жағын квадраттайым, мына жағын квадраттайым. Сонда квадраттайтын болсақ, t квадрат болады тең 2-ның квадраты 4, π-дің квадраты π квадрат L с болып қалады. Сонда түбірмен квадрат қысқарып кетті. Түбір деген сөз негізі былай ғой, L с-ның түбір деген 1 бөлінген 2 дәрежесі деген сөз. Ал оның квадраты, сонда 2 мен 2 қысқарады да L с-ның өзі қалады. Енді L-ді табатын болсақ, мысалға, бағанағы сияқты L тең болады. Мынау теңдеудің сол жағындағы қала береді орында t квадрат бөлу. Мынау көбейіп тұрған астына түсіп кетеді. 4π, мына жерде квадрат бар. Квадрат с. С-ны тауып атқан кезде мынау L мен с-ның орны ауысады. Бұлай. С тең болады бізде t квадрат бөлу 4π квадрат L. Осылай табуымызға болады екен. Ал енді тағы да бір формуланы көрейік. Мысалға математикалық маятниктің тербеліс периоды 2π түбір астында L бөлінген G. Мұндай. Мұна не істеймін? Мұна да тура сондай екі жағын квадраттайым түбірден құтылу үшін. Сонда t квадрат болады менде 2-ның квадраты 4, π квадрат L G. Енді осы жерден L-ді табатын болсам, L тең болады. Мына екеуінің G төбеге жоғары қарай шығады, ал көбейіп тұрған 4π квадрат астына түседі. Пропорция әдісін пайдаланатын болсақ та, мысалы мына жерде бір тұр. Негізі сан беріп табуға да болады. Негізі пропорция әдісі оңайлау. Бөлімінде тұрған жоғары шығады, яғни
t квадрат g, ал алымындағы 4π квадрат астына түседі. Осылай. Енді g-ді табатын болсақ, мына жерде t мен g-нің орнына ауысады. Мынандай еді ғой, t тең t квадрат тең 4π квадрат l g. Осы жерде мынаның екеуінің орнына ауысады g тапқан кезде. 4π квадрат l бөлу t квадрат. Так, түсінікті шығар деп ойлаймын. Каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, түсінікті болған болса, егер сұрақтарыңыз болса жазып қалдыруыңызға болады.